университета делятся своими историями и рассказывают о своем пути. Сәлем достар, бүгін бізде подкаст Q Talks, бүгін бізде қонақта Маханов Нұрхан. Қош келдің. Рахмет. Ол екен подкаст қой да, типа. Иә? Оригинал прям. Кәдімгі нормальный подкаст қой, Баян Алагөзова деген сияқты емес қой, андай хейт істеп керек емес, нормально айту керек бәрі. Иә, импровизация полностью еркін түрде болатын подкаст. Орысша, қазақша араластырса болады. Максимально реалистичный подкаст болу керек. Нұрхан, бүгін подкастамыз күшті, лугың күшті, керемет. Иқтаған киіммен шыға салған ғой, короче. Прям күшті, әдемі болып тұр. Бүгін тоже акиматовский болып киініп келдім. Арнайы осы подкастқа десең. Нұрхан, қош келдің біздің подкастқа. Қош көрдік. Өзің туралы кішкене жеке айтып кетсең. Енді өзім жайлы аса қатты дым айта алмаймын енді. Есім Нұрхан Маханұлы. Нұрхан Маханов, шай отырмын. Қуалып жатырмын бір шет подкасттан енді. Нұрхан Маханов болады есімім. Ақмола облысы Бұланды ауданы Макинск қаласында туылғам. Сол жерде дүниеге келгем, 15 жыл өмір сүріп келдім сол жерде. Сосын Степногорскта 11-ші сыныпты аяқтап, енді осы жаққа оқуға түстім. Степногорск деген ол Астананың қасындағы қала ма? Иә. Астана, Көкшетау, сол екеуінің ортасында тұрады ғой. Әдемі болып. Сол жақта 11-ші класты бітірдің. Сол жерде 11-ші класты бітірдім, сосын Баян сыныбының 4-ші класын бітірдім сол жерде. Как раз бүгін 25 май. 25 май. Қанша жыл болды бітіргеніңе? Бітіргеніме сонда менің 3 жыл болып тұр ғой. 3 жыл, 3-ші курс. Керемет, құтты болсын. Рахмет. Хорошо. Мына Ақмола. Қазір Петропавлда оқыватсың. Қалай болды? Неге осы Қозыбаев университетін таңдадың? Негізі мен мүлде университетке бірден түсем деп ойламағам. Мен негізі 5 жыл домбыра оқығам, кәдімгі музыкалық мектепте. Аттестатым бар одан да. 4 жыл баян оқыдым, одан қызыл аттестатым бар. Мен ойладым, сол музыканы қуып колледжға кетемін деп. Өйткені мынандай ғой, музыкалық колледждерде сен музыкант шығарады да. Енді университетте білімі нашар деп айта алмаймын мен, бірақ дегенмен бұл жақта сені музыкалық педагог ретінде көбірек дайындайды. Не как исполнителя, а как педагога. Ондай беретін. Иә, сабақ беретін. Колледжда сенен артист дайындайды да, мысалы. Исполнитель дайындайды. Мен ойладым, сол колледжға кететін шығармын деп. 9-дан кейін жібермеді үйдегілер, өйткені мен өте кішкентай болғам сыныпта. Қалай, жас жағынан, бой жағынан? Жас жағынан да, бой жағынан да. Мысалы, дышы сабағында ең соңында тұратынмын. Соңында сосын қыздар ма? Иә, қыздар. Сентябрьда қыздар келеді, бүйтіп қарайсың да. Сондай еді. Сосын ойладым колледжға кетемін деп, колледжға жібермеді. Сосын ойладым 11-ден кейін кететін шығармын, онда Баянды аяқтап, Баян мұғаліміне сол колледжға түсем деп ойладым. Баян дегеніміз ол түсінікті болу үшін мен мысалы түсінбей жатырмын. Баян деген ол сол оқу ма, кружок па, қалай? Инструмент қой. Инструмент. Мысалы музыкаға барған кезде біреу вокал бағытын таңдайды, біреу домбырашыға түседі, біреу фортепианоға түседі мысалға. Мен домбыраға түскем, сосын артынан баянға оқығам. Баян. Ойлағам сол баянист болам деп колледжда, бірақ жібермеді. Сосын Марина Владимировна дейтін кісі сабақ берген маған баяннан соңғы 2 жылымда. Сол кісіге сәлем айтам, көріп жатқан болса енді. Сол кісі айтты, мен колледждан кейін неге түскем деді, сол осы Манаш Қозыбаев университетіне Петропавлға түскем. Осы жақтың түлегі ол кісі де. Колледжға жібермесе сол университетке түс деді, жақсы деді. Қашыңда просто Астана тұр да, неге Астана емес деймін да? Жібермедің ма? Астанаға ма? Мынандай мәселе. Мен всегда абитуриенттерге сондай сұрақта. Мен өзім мысалы Астанада жұмыс істеп келдім, Алматыда жұмыс істеп келдім. Өзім қазір енді регионда дамытып жатырмын ғой. Андай білу керекпін да, как маркетинг ретінде де. Неге таңдайды деймін да региондарды? Енді өзің жеке ой. Серпінде бірге болдық. Бәрі біледі ғой енді. Жанатол Асанәлі айтқандай, бауырымыз көріп жатса сәлем айтам оған да. Реалист болу керек. Реалист болу керек. Өйткені ассалаумағалейкум деп. Хордай елі. Жақсы көрем сол бауырымды өзінің. Енді реалист болып қарасақ, Астанаға түсу қиын біріншіден. Астанада конкуренция үлкен. Мысалға, ол жақта мен секілді сөйлейтін, мысалға, аспапта ойнайтын студенттердің бір мыңдаған студент жүрген шығар Астанада ондай. Ол жерде үлкен конкуренция біріншіден. Астанада өмір сүру қиынырақ та. Былай қарасаң, жатақхана мәселелері университеттердегі. Бірақ шабытқа түсем бе деп ойладым. Оған колледждің дипломы керек. Сосын шабытқа да анау адам түсе бермейді. Сол үшін ол ойды ысырдым.
сосын Көкшетауға түсіп көремін бе деп ойладым, бірақ Көкшетауда Абай Мырзахметовке түскім келмеді, ал Уәлихановта менің мамандығым жоқ. Сол үшін мен ол жаққа түспедім. Қазір оқуың барлығы жақсы. Шүкір, барлығы жақсы. Сессиялардың барлығын жауып жатсың қазір, иә? Сессия бітті ғой? Жоқ, біз әлі сабақ оқып жатырмыз. Практика болды бізде 3-ші курс. Хорошо. Мынандай сұрақ басыма келіп тұрды қазір ойыма. Өзің активистсің білуім бойынша. КДМ-да, иә? Жоқ, КДМ емес па? Жоқ, КДМ дегенде мен мынау үйім деп айта алмаймын. Мен жайдарманшымын өзім, білесіз сен. Иә, білемін. Манаш командасы болып. Иә, шығып көреміз деп ойладық Астанаға. Гала, сәлем деп. Гала, кстати, болды подкастымда. Иә, көрдім. Былай ғой, жайдарманшымыз, бірақ біз жайдарманшы болып концерт, мероприятияны көп ұйымдастыра қоймаймыз енді. Ол жағынан. Бірақ дегенмен де кез келген іс-шараны алатын болсақ, ішінде міндетті түрде жайдарманшы жүреді. Мысалға, кез келген іс-шараны білетін болсақ, бізге дейінде мысалға Рустам, Байжан братандар болды ғой, оларға да сәлем. Мысалға, ол братандар да барлық іс-шараны жүргізеді. Ол мысалға КДМ ұйымдастырған мистер Мисс Қозыбаев болсын, университеттің іс-шаралары болсын, басында жүргізуші болып өздері жүреді. Мысалға, звукта диджей болып, мысалға, Таперкада қазір біздің Ера дейтін жігіт отырады. Ера диджей барлығы таниды деп ойлаймын. Мен жақын досым, оған да сәлем. Кепкамен жүретін ба? Кепкамен жүреді, андай серпін дейді кепкасы. Мен сыйлап жібергенмін деп. Мысалға, Дамир жүреді, мысалға, кез келген іс-шараға келіп. Фотограф болып Диас келеді жайдарман ұйымынан. Біз ұйымдастырмаймыз, бірақ дегенмен де біз университет қабырғасында өтіп жатқан кез келген іс-шараға атсалысамыз деп айтылам. Үлестеріңіз мол деп айтсақ болады ғой. Потому что мен Серпін командасында, мен көбілеріңді Серпінде танымын да. Серпін командасында барлық болған студенттер, былай қарасам, KU Awards болсын, Mystery Miss болсын, басқа да шаралар болсын, барлық мероприятияларды сіздер жүресіздер да. Соның сұрағым, соның мынандай, қалай қазір 3-ші курста, скоро дипломка келе жатыр, еще жұмыс жасайсыңдар, қалай алып жүресіздер? Кейбір студенттерге мен сұрасам қиын сияқты, мен сұраймын да, неге активист емессің деген сияқты. А зачем мне это надо, я же ради учебы поступила деген сияқты маған ответтер айтады да. Сіздерде қалай алып? Жалпы менің бұл тұрғыда позициям мынандай да, егер сен студент болып түстің, және де сен ондай іс-шараларда активист болып жүрмесең, ол қатты қызық емес деп ойлаймын, өйткені активист болмасаң, сенің көретінің жатақханада тұрсаң жатақхана, қаланкі болсаң үй, сабаққа барасың, сабақтан қайтасың. Максимум столовый ма? Максимум столовыйға барасың, одногруппниктармен болды. Ал мысалға, мен айталам, активист болсаң, саған перспектива көп болады деп. Мысалға, ертең университет бітірген кезде менің отправной точкам жоғарырақ тұрады деп ойлаймын өзім. Өйткені көптеген навыктар дейді ғой. Соларға қол жеткізесің, мысалға, таныстар тауып бастайсың, мысалға, сені де тани бастайды деген секілді ғой. Нетворкинг, иә? Дамытасын максималды түрде қолдаймын, себебі мен де өзім кезінде активист болғам. Қазір былай айтып жатқан сөздердің барлығы дұрыс, себебі қазір менің барлық одногруппниктерім, однокурсниктерім, даже менің мамандығым бойынша оқымаған бәріміз как бы на связіміз. Ертең там адвокат керек болып қалса, сол достарыма звондаймын, там, допустим, там нотариуспен бір проблема болып қалса, тағы да достарыма звондаймын, басқа қаладағы достарыма звондаймын, бір заттарды алып кету үшін. Барлығы универде дамыған нетворкингта. Қазір даже жұмыс іздеу барысында бір-бірімізге көмектесеміз, проекттер бойынша да бір-бірімізге көмектесеміз. Сол университетте қалыптасқан негізі топ қой негізі. Келесі сұрақ мынандай. Серпін. Серпінде болдың. Серпінде 2 рет болдың. 2 жыл. 2 жыл. 1-0-да да, 2-0-да да. Ондай адамдар аз. Лейла бар, өзің барсың. Асанали бар, Асаналиға тағы да сәлем де. Мынада жақса мынандай сұрақ. Серпін 1-0 мен 2-0 айырмашылығы. Потому что мен примерно 3-0-ді қалай істеу керек екенін жаңағыдай пландау керекпін да. Планда мен бармын ба? Иә. Тамаша онда десе. Әрине, потому что қазір официально заявление жасайыншы, кім активный болды негізі, Серпін 1-0 болсын, 2-0 болсын, главный студент болса болды ғой, то, конечно, ең бірінші топ құрғанда сіздер басында боласыздар.
айырмашылық немесе андай типа вайбовый күндер дейді ғой, там запоминающийся. Ең басты айырмашылық мынау болды. Енді Автобус десең. автобус біріншіден біз бірінші жыл барған кездегі автобусты қателеспесем әкімшілік берді ғой. Иә, аренда болды. Ол автобус үлкен еді. Сосын бірінші жыл барған кезде мұғалімдер көп еді. Мұғалімдер көп еді. Студенттер мен мұғалімдер саны шамамен бірдей болды. Биыл олай емес. Биыл студенттер көбірек болды. Неше? 4 мұғалім ғана болды ғой. Иә. 4 мұғалім болды. 4 мұғалім ғана болды, сосын сіз болдыңыз, сосын Ғабит ағай болды. Медик болды. Медик бар, сосын Рүстем ағай болды. Рүстем ағай. Рүстем, Рустам біздің ағайларымыз бар тағы да. Сосын Виктор ағайға отдельный респект. Иә, менде. Менің земам. Макинстікі бұл кісі де. Сосын айырмашылық эффективность жағында деп ойлаймын. Өйткені біз бірінші жыл барған кезде бір жерде концерт береміз, барлық студент бір жердеміз. Бір общий бір концерт береміз. Рустам мен Майжан болды ол кезде жүргізуші. Ол кезде Асанали екеуміздің функционалымыз ол барып кел, шауып кел, принеси подай. Мен видеоға түсіріп жүретінмін. Енді биыл шүкір өзім жүргізіп. Күшті, иә, керемет. Сондай болды. Сосын демалыс жағы күшті болды. Андай болды да. Тимбилдингтар жақсы болды. Сол үшін де выгорание сезілмеді деп ойлаймын. Өйткені мен Серпіннен келдім бірден Жайдарманға кеттім, Астанаға мысалға. Егер демалыстары болмаса, мен олай бара алмас едім деп ойлаймын. Керемет. Демалыстарың қалай өтті? Мен кәуді болмаған сияқты сұрайыншы. Демалыс па? Иә, примерно. Күшті болды. Манауский болды. Алматыға бардым өмірімде бірінші рет. Керемет. Қалай екен Алматы? Алматы жақсы. Ал жақтан да өлең оқу керек та Алматыны. Қош келдің Алматыға, мама деп. Әдемі болды Алматы. Көктөбесіне бардық, паркінде жүрдік. Киноға бардық, сол кезде мошенник ен шығатты, соған бардық бірден. Оны ұйымдастырған Аягөз, қателеспесем. Аягөзге барлықтарына билет алып берді. Бәрімізге билет алды. Өз қалтасының бәрі. Өз қалтасынан деп айта салайық. Соңында жүрдік, қырылып бәрімен ақшаны жеріндер деп. Енді каждый гостиницаға келгенде ақша жібер. Мен де бір рет жинағам гостиницаға ақшаны. Ғабит айтқан соң. Мен анадан кейін ақша жинамаймын дедім мен. Шашлык жедіңдер еще, если не ошибаюсь. Бір қай қалада ол? Ол қателеспесем неде болды? ННН дейтін гостиницада болды. Қай жерде болды? Сарыағашта қателеспесем. Сарыағашта, иә, Сарыағашта Ғабит ағаймен барып продукт алып. Сол кезде Ғабит ағайдың буя дегені өтіп кетті маған. Әлі күнге дейін есімде. Ғабит ағай респект. Тренд болды ғой, буя деген. Тренд болды. Сол кезде шашлык істеп өзіміз әдемі болып отырдық. По-любому, мен түсінім бойынша 2-0 кішкене жылу жағынан кішкене андай мощный болды, иә, потому что, во-первых, сен андай барып кел, шауып кел болмадың, иә, көп нәрсені өзің жүргіздің, менің наблюдение бойынша көп бала даже тыңдады, иә, сені, потому что сенде опыт болды, сен 1-0-ге барып келдің, өзің ведущий болдың деген сияқты. Негізі қандай Серпіннен андай үміт күтеміз? Қазір по-любому қаншама біз 13 мың ба 14 мың абитуриенттерге айтып келдік, бізде Қозыбаев университеті солтүстік қазақстанда бар екен. Өткен жылы мен қазір барлық жерге интервью бергенде мен айттым 130 ғана адам түсті. Осы жылы қалай деп ойлайсың? Ойлаймын енді көбірек түседі деген үміт бар дегенмен де. Қолдау қалай негізі? Именно студенттердің жағынан қолдау бар ма? Мысалы қызылордалық бізде студенттер келеді, мысалы, сол жақтан Шымкенттік, Тараз деген сияқты оңтүстік Қазақстаннан біз солтүстік Қазақстанда қалай қолдайды ол, как адаптационный біреңке бар ма студенттердің арасында? Солтүстік оңтүстікті ме, әлде оңтүстік солтүстікті ме? Наоборот, оңтүстіктен солтүстікке келген студенттер. Қалай адаптация болады оларда? Білмейді екенмін өзім. Мысалы сіздерде, мысалы Байжан братан бар, мысалы сіздерде. Ол мысалы қызылордалық. Иә. Тағы да көптеген студенттер бар. Қалай олар ілесіп кетеді сіздерге деген ғой? Активист болады, анау мынау. Ілесіп кетеді дегенде мен ойлаймын, ол әр келген студенттің өзіне байланысты деп ойлаймын. Кейбіреулері қосылады, кейбіреулері қосылмайды деген сияқты. Иә, адамның өзінен ғой. Өйткені мысалы солтүстікте жүрген студенттер де бар ғой, ешкіммен араласпай мысалға. Иә, бар. Керісінше мысалға живой пример, Байш секілді оңтүстіктен кеп өзін көрсетіп
бәрімен араласып жүрген, орта тапқан адамдар болады деген секілді. Мен де өзімді кішкене басында бөтен көргем бұл жаққа, өйткені мен бұл жақта туысым жоқ. Мен басында келген кезде Петропавл мен Павлодарды шатыстырғам екен. Бәрі шатастырады ғой сөйтіп. Өзім шатастырғам сөйтіп. Кейін алдыңғы жылғы самғауда кім келіп еді ғой? Иә. Қанат Ерлан Павлодарды шатыстырып кеткен кезде көрдім мен. жынданып намыстанып соған сондай болып кетті. Енді ол әр адамның өзіне байланысты орта табуы деген секілді. Былай қарасам, мысалы мен кеше Байжанның сторисін көрдім де, ЛД-дағы андай Петропавлды сүюдің 7 себебі деген сияқты прям өтіп кетті. И Байжанды былай қарап тұрсам, өзі қызылордалық қой, Қызылордасынан жақсы көреді, и Петропавлды алып жүреді да постоянно. И күшті сезім деп ойлаймын негізі, потому что көп адамдардың ондай жоқ, басқа қалада временный деп ойлайды да, сол қаланы мысалы оқимын, там жұмысым істеймін, соны қайтып кетемін деп ойлайды да кейбірлері мысалы. А Байжанға қарап, мысалы прям живой пример ғой. Прям өз қаласын сүйеді, и Петропавлды сүйеді деген сияқты күшті. Не ғой ол андай су ішкен құдыңа түкірме дейді ғой мысалға. Ол Қызылордалыкі болғанмен, ол мына жаққа келді де, ол ересек өмірді көрді. Менде де дәл солай мысалға. Мен мына жаққа келіп ересек өмірді көрдім. Осы жақта таныла бастадым деуге болады азын-аулақ адамдарға. Вот керемет бағанаға сол Байжан сторисына байланысты. Байжан хит болып кетті ғой что-то. Петропавлды сүюдің 7 себебі. Мен айтамын ба? Өзің қалай ойлайсың? Ол 7 себеп іздеп керек емес деп ойлаймын оған. Біздің енді солтүстік Қазақстан облысы Манаш Қозыбаев университетінің өзі жетіп жатыр деп ойлап қоямыз жаңағы. Бір себеп қана ма? Бір себеп қана. Керемет. Енді былай қарасам, мен Петропавлда жақсы көретін себебім ол университетте білім алуым, өзімнің таныстарым, достарым, ортам, және болашаққа деген перспективам деп ойлаймын. Өйткені мен әлі болашақтағы 4-5 жылымды осы Петропавлда көріп тұрмын. Өзім пландарым бойынша. Өзің тағы да былай стористарынан қарасам, тойларда жүресің. Қалай дамыған екен солтүстік Қазақстанда именно той индустриясы? Өзің именно по-любому салыстырмалы түрде көріп атасың ғой, там коллегаларыңда мысалы. Маған өзіме қызық болды. Мен Байжанға да осы сұрақты қойғам, есіне ошибаюсь, или Русқа қойдым ба подкастта. Қалай негізі тойлар өтеді? Жалпы мен солтүстікке келмей тұрып, мен той дейтін нәрседе жүрмегем. Мен қалай кіріп кеттің онда? Қонақ болып та бармағам. Бұл жерде енді мен ерекше алғыс айтатын адамым, ол менің өзім туған ағамдай болып кеткен. Қайыргелді дейтін кісі бар, Қайыр шоу. Мен Қайреке деп айтамын өзім енді. Қайреке көріп атсаң, үлкен респект, жақсы көремін сен, братан. Енді көрмеуің де мүмкін, дегенмен айтып өту, мен парызым деп ойлаймын. Енді бірінші курста түскен кезде оқып жүргенмен бір апта болды, ешкім жоқ, жатақханадамын, сабаққа барам, жатақханаға қайтам, сабаққа барам, өзімен өзім бүйтіп жүрмін, короче. Сосын Қайрекен көреді, шаршап жүргенімді кішкене тұрады. Атшы Нұрға, сен мұндай емес едің ғой басында дейді. Мен кез келген ортада андай гиперактивный боламын кішкене, андай әр ортаға байланысты. Сол кезде мені Қайрекен осы солтүстікте ең алғаш үйіне қонақ қып шақырған, маған қаланы көрсеткен, жағасын осындай деп. Өзін маған айтсам, мен қалай болады, маған өзін дәлелдеген братан ғой, енді мен жақсы көреді. Сол кезде как раз Қайрекең де тойды бастайын деп жатты. Кеше подарок күтіп алдың кеше сен? Иә, кеше Қайрекеден подарок күтіп алдым. Екінші номер. Стористан бәрін қараймын мен. Қайрошысын да, өзінің да. Ризамын. Сөйтіп Қайрекен өзі тамада болып бастайын деп жатқан кезі, как раз диджей іздеп атты ол кісі. Сөйтіп мен Ера екеу жолығады, сөйтіп жолықтырамын. Ера екеу жолығады, сөйтіп маған айтады, тойға шығасың ба дейді. Мен айтамын, бірінші курста шыға алмаймын, өйткені үйдегілер рұқсат бермейді деп ойладым. Сөйттім де екінші курста келген кезде үйдегілердің рұқсатына қарамастан, мама папа кешіріңіздер, бірден шығам дедім, Мобилов боласың деді. Менде ол кезде айфон да жоқ, не то что мобилография, не то что түсіру, элементарно фотоға түсіре алмаймын. Сөйтіп Мобилов болып шығып кетемін, көмекші болып андай бір ән айтып жіберіп тойда деген секілді. Сөйтіп тойда көптеген ресторандарды көріп, орта көріп, солай тойға кіріп кетемін. Сосын тағы бір себепкер менің Әсет дейтін досым.
әсет ибадулла, иә, солтүстіктің нөмір 1 әншісі. Ол ағасымен шығады ғой тойға. Ағасы атақты тамада Медет Ибадулла, осы Солтүстік Қазақстан университетінің түлегі. Керемет. Осы біз оқыған мамандықта оқып кеткен, шулатқан осы жақты. Кеше стористе көрдім Медет Ибадулла деп. Иә, кеше Мәкеңнің үйінде болдым, Мәке. Баняға түсіп, кәдімгі дейді. Молодцы. Сізге де респект. Солай. Сол әсет та тартты ана жаққа. Сөйтіп кіріп кеттім. Енді той көрмеген, бірақ енді дегенмен де той жақсы дамыған деп ойлаймын. Салыстырмалы түрде прям дамып жатыр деп мен де былай келсем, потому что именно сіздердің стористарыңыздан байқаймын да, именно солтүстікте қалай өтіп жатқан тойларды. Хорошо, соңғы сұрақ, сұрақ емес даже, өзіңнен совет болса, бізде солай подкасттар бітеді негізі, типа, может совет, может быть там сұрақ бар шығар, может быть андай типа бір айтарың бар шығар соңында деген сияқты. Енді сұрағым Жанатұл Асанәлиге, призовойдың документтерін қашан дайындап кетесің? Қашанғы күте береміз біз? Көрсін подкастты. Көрсін подкастты. Бірақ енді подкаст дегенмен кешірек шығуы мүмкін. Сонда да айту парызым деп ойлаймын. Оған дейін шығып кетсе жақсы болады. Ал енді түсіп жатқан студенттерге кеңесім, кеңес айтатын жасқа жетіп қалыппыз. Үшінші курс. Үшінші курспыз көз ашып жұмғанша. Енді университетке келген соң барынша барлық нәрсеге қатысуға тырысыңыздар. Өйткені өзім жаймен көзім жетіп жатыр, уақыт қас-қағым. Өтеді де кетеді. Сол үшін де барлық жерде өздеріңізді дұрыс жағынан барынша адал жолмен, еңбекпен өздеріңізді көрсетуге тырысыңыздар. Өйткені университет кезіндегі сіздердің айналысатын істеріңіз, жұмыстарыңыз, олар ертеңгі сіздің болашақта сіздерге жұмыс жасайды деп ойлаймын мен. Жаңа айтып өткендей, сіздердің отправной точкаларыңызды алға қарай жылжытады деп ойлаймын. Керемет. Келісем сөзіңмен, потому что көзді ашып жұмғанша дедің ғой. Мен былай бағана класстастардың чатында отырмыз. Бір қыз жазады да, класстасым. Біз оказывается мектеп бітіргенімізге 11 жыл болып кетті. Бүгінгі мен кішіге бардым. Ол түлектер бүгінгі мектептен выпускной болып атқан. Олар біз бітіргенде, олар бірінші классқа енді барған. Қазір целый уже там адамда уже қалыптасқан. Сол, осы подкасты да мен жазып атқан себебім, әрбір студент 5 жыл өтсін, 10 жыл өтсін, біздің YouTube каналдан көрсін, өздері қандай деңгейде болған, қандай ойлары болған деген сияқты. Келгеніңе рахмет, Нұрхан. Шақырғандарыңызға рахмет. Өте күшті, вайбовый подкаст болды. Жақсы, онда сау болыңыздар. Осы подкастты күтіңіздер. Жақсы.